Ассалаумағалейкум, барлықтарыңа сәлем достар. Сіздермен Ариф Мади арнасы. Достар, бүгін видео тақырыбында көріп тұрғандарыңыздай мен өзімнің подписчигіме 500 кристалл салып берген болатынмын. Соны бүгін құртамыз. Яғни подписчигім 500 алмазға не алады? Достар, сіздерден кешірім сұраймын, менің қазір көңіл күйім жоқ, бір жағынан тісім ауырып тұр, сондықтан апта сайын көп видео шығара алмайтын болам. Бұйыртса жазылған уақытта көптеген видео шығаратын боламын. Бүгін менің подписчигіме, Бека деген подписчигіме 500 алмас алып бердім. Соған енді бүгін не алатынымызды ойластыратын боламыз. Ол алдында айтқан. Айтпашы онымен сөйлесетін қазір Дискордта болмай тұр. Ол айтқанынша, общем, джекпот айналдыршы дейді. Көбінесе джекпот айналдыр дейді. Сондықтан бүгін осындай немесе басқа джекпоттарды айналдыратын боламыз. Осындай. Бірінші ол баланың коллекциясын қарап алайын, не бар екен. Оружиедан ондай дұрыс мылтықтары жоқ екен. Бақты қара. Дұрыс мылтықтары жоқ екен, сондықтан бүгін барлығын айналдыратын боламыз. Сіздер де осындай прокачкаға түскіңіз келсеңдер, описаниядағы спонсорға жазылып кетіңдер. Так, енді не айналдырамыз? Джекпот айналдырайық. Бисмилля, 500 алмаздың барлығына бірдеңе шығарамын деген ойдам. Кеттік, бірінші бірдеңе түсірейік. Магический клубты қара. Кеттік. Вау. Простой. Ботинки бүгін өз аккаунтыма да түсіп еді. Тағы да айналдырайық. 500 алмазды алғаш рет тұрғасын кішкене ыңғайсыз екен. Кетші. Давайте оружейный джекпотын айналдырамыз. Мынаның ішінде не бар екен, көріп жіберейін. Оружейный джекпотын өзін айналдырған жақсы сияқты. Сондықтан айналдырайық. Кішкене даусын азайтып қойыншы. Скидочный купон дейді. 405 алмазы қалды. Не айналдыруға болады, көреміз қазір. Не алуға болады. Оружейный көрейік. Барлығы 25 дейм бәне. Тек мұнау 25 екен де. Скар Купидон айналдырайық. Скар Купидон Макс 400 оқып кететкен, мен ондай ақшам жоқ, айналайын. Бір үшеуін ашып қарайық. Или екеуін ашайық 80-ге. Ондай түспеді. Бір 25 алмазға не бар? Так. Ака. Кішкене үшеуін ашайық. Мынау басқа бірдеңе екен ғой. Мен қуып отырмын. Так, 250 алмаз бар. Не айналдырасақ болады? Золотой джекпот. Бір айналдырамыз. Алмазный джекпотқа бас жібереміз. 210 алмаздай қалды. Азайып қалды. Фрагмент емес. Фрагмент түсе берді бізге. Там түспей жатыр бізге. Так, тағы не қара жіберсек болады? Қара жіберейік. Не алсақ болады? Ол өзің алатын затыңды ала бер деді. Бірақ қазір бізге дұрыс ақша жетіспей тұрғандықтан көп зат ала алмаймыз. Мынаны алып тастайын ба екен? Мынаның барлығы болмайды екен. Осыны алып тастайын ба екен? Или бір джекпоттан мылтықтарға оружие түсіріп қарайық. Келесте 500 алмаздың болмай қалады екен, сондықтан 2000 алмаздай жасап беретін боламын. Кеттік, оружейный джекпотқа не түседі? Опа. Білем, фрагмент емес. Давай мынаны айналдырамыз.
Айтпақшы достар, ол маған бір 90 алмаздай алып қой деді. Айтпақшы, алда тайни магазинге аттыр, соны ескертіп. Сондықтан достар, осы жерден видеомыз аяқтап тастайық, оның өзіне де керек екен. Айтпақшы, мұнда наурылар бар екен, лутбокстар бар екен. Өзінің айтуы бойынша көп құртпай қой деген соң 90 алмаз өзінде қала берсін. Сондықтан келесіде мен сіздерге көп алмаз жасап беретін болам. Онда 500 алмаз тым болмайды екен. Сондықтан мен еңбегімді бағалайық. Осы видеоға лайк басайық, комментарий жазайық. Описаниедағы спонсорға жазыла кетейік. Сіздермен болған мәди. Келесі видеода кездескенше сау.